Армысыздар достар, сіздерге бүгін түсіндіретін тақырыбым countable and uncountable nouns. Бұл деген саналатын және саналмайтын зат есімдер туралы болмақ. Ағылшын тілінде зат есімдер өздері өз ішінде бөлінеді. Саналатын заттар бар, саналмайтын заттар болып бөлінеді. Соның ішінде ең алдымен саналатын заттар туралы айтайын. Бұлардың ерекшеліктері мынада достар. Determiners деп аталады. Бұл сөздер бар, яғни саналатын заттардың алдына қойылатын белгілі бір предлогтар болады, саналмайтын заттардың алдына қойылатын белгілі бір предлогтар болады. Осыларды біз білуіміз керек, оларды жаттау керек болады. Олардың қолданыс аясын қазір мысал беру арқылы сіздерге түсіндіретін боламын. Қараңыз, жекеше түрде өзінен бұрын анықтауыш сөздерді міндетті түрде керектіреді бұл саналатын зат есімдер. Олар a, this, that, my, the, тағы басқалар. Мысалы, саналатын заттардың ерекшелігі мынада. Егер де жекеше түрде болатын болса, сіз оның жекеше түрі екендігін көрсету үшін міндетті түрде мынандай деген предлог қою керексіз, немесе an деген предлог қою керексіз. Бұл екеуінің ерекшелігі мынада. Егер де зат есімнің бірінші әріпі дауысты дыбыс болатын болса, apple деген сөзде дауысты ғой, онда ның орнына an жазылады. Ал егер де зат есімнің бірінші әріпі дауыссыз болатын болса, онда жай ғана жазылады. Мысалы, potato деген сөз бар. Қазір мен сіздерге жазайын мына жерге. Мына жерге, мысалы, potato. Бұл картоп деген сөз. Potato деген сөздің алдына міндетті түрде мен деп жазуым керек. A potato is brown. Қараңызшы. Көрдіңіз бе? П әрпі дауыссыз дыбыс болғандықтан жазылады. Осы сияқты жекеше түрдегі кез келген зат есімдерді біз анықтап көрсету үшін мынау сияқты сөздерді қолданамыз. This, that деген мынау, анау деген нәрсе, my деген менің деген нәрсе, your, сенің. Ондай есімдіктер, ондай сөздердің барлығы, предлогтардың барлығы өте көп. Оларды уақыт өте келе түсіндіретін болам. Қазірше жалпы саналатын заттар, саналмайтын заттар дегенді түсініп ала берейік. Түсінікті ғой? Екінші нәрсе, егер де саналатын заттар көпше түрде болатын болса, оларға мынандай анықтауыш сөздерді қоюдың қажеті жоқ. Мысалы, dogs деген жерге немесе n деп қоюдың қажеті жоқ. Немесе this, that деп қоюдың қажеті жоқ. Бірақ қолданса да бола береді. Мысалы, my shoes или my dogs are very friendly десеңіз, ол кезде ешқандай қате болмайды. Бірақ негізінде мынау жекеше түрдегіндей міндетті түрде болу керек деген нәрсе көпше түрдегі саналатын зат есімдерге қажет емес. Осыны біліп алыңыздар. Кейбір анықтауыш сөздер, мынандай зат есімнің алдына жазылатын сөздер, тек қана саналатын зат есімдерге қойылады. Мысалы, several, various, a few, many деген сөздер, мыналарды да жаттап алу керек болады. Осылар тек қана саналатын заттардың алдына қойылады. Бұл енді біраз тереңірек грамматика. Жалпы хабарларыңыз болсын, біле беріңіздер. Екінші түрлі сөздер зат есімдердің арасында бұл саналмайтын зат есімдер. Бұл зат есімдерге мысалы қандай зат есім болуы мүмкін? Мысалы, жеміс, fruit, fruit деп айтамыз. Біз айтпаймыз ғой біз. Маған бір жеміс, екі жеміс, үш жеміс, немесе бір жидек, екі жидек, үш жидек керек деп айтпаймыз. Белгілі бір жидектің атын айтып, бір алма, екі алма десек болады, бірақ бір жидек, бір жеміс деп айтуға болмайды. Тура сол сияқты ағылшын тілінде де саналмайтын зат есімдер бар. Сол зат есімдерге бірақ біз мынандай анықтауыш сөзді қоймасақ бола береді, және анықтауыш сөзді олар онсыз да керектірмейді. Осы нәрсені білуіміз керек. Не деп жазады? Бұл зат есімдерге анықтауыш сөз қажет емес, бірақ қолданылса тек жекеше түрдегі анықтауыштарды қоса аласыз. Мысалы қараңыз, he likes fruit. Fruit деген бұл саналмайтын зат есім. Сол себепті біз бұның алдына he likes a fruit, an fruit деп жазбаймыз. Түсінікті ғой? Егер де fruit'ты біз анықтауыш сөздермен қосып жасағымыз келсе, онда біз тек жекеше түрін алуымыз керек. Мысалы, мынау this деген сөздің көпше түрі де бар негізі, білмейтін адамдарға жаза салайын. This деген сөздің көпше түрі these болып жазылады. That деген сөздің көпше түрі those болады. Түсіндіңіз ба? Мына жерде fruit деген сөзге біз мына жерге бүйтіп those деп жаза алмаймыз еш уақытта. Көпше түрде қолдануға болмайды.
тек қана жекеше түрде жаңағыдай анықтауыш сөздерді қолдансақ болады, егер де қатты қолданғымыз келіп жатса. Кейбір анықтауыш сөздер тек саналмайтын зат есімдермен ғана қолданылатындары бар. Ол қандай? Much деген сөз. Естеріңізде ме? How much деген сөзді өткен кезде мен сіздерге айтқам, саналмайтын заттарға қолданылады. How many саналатын заттарға қолданылады. Many деген ол мына жерде тұр. Тек қана саналатын заттарға қолданылатын сөз болды. A bit of, a little деген сөздер, бұлар тек қана саналмайтын зат есімдерге қолданылатын сөздер екен. Кейбір анықтауыш сөздер екі түрдегі зат есімдермен де қолданыла береді. Яғни саналады, саналмайды дегенге қарамайды, екеуімен де қолданылады. Бұл қай сөздер? Бұлар some, a lot of, lots of, plenty of, any деген сөз. Бұлардың барлығы some деген бірнеше деген сөз, a lot of көп, lots of көп деген сөз, plenty of көп деген сөз, any деген ешқайсысы деген сөз. Яғни осылайша біз саналатын, саналмайтын зат есімдерді жақсылап біліп алдық, достар. Келешекте көп тапсырмалар орындауымыз қажет болады бұл мәселе бойынша. Назарларыңызға рахмет. Түсінді деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар.